Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз эксклюзив. Жұлдыз Әбдукәрімова алғашқы туындысын ел назарын ұсынды. Қайрат Нұртастың жары кітабының тұсауын кесті. Бір кітаптың тұсауын кесіп, екінші кітабымды дайындап жатырмын, мен керемет жазушымын деп айта алмаймын. Ол кітаптың мазмұны қандай, бағасы қанша? 10 жыл бойы елден жасырынып, балаларының тәрбиесімен айналысқан актриса кітабында жеке өмір мен отбасы туралы бұрын соңды еш жерде айтылмаған құпиялармен бөліспек пе? Осы уақытқа дейін еш жерде ешқандай сұхбат бермеген, еш жерде жазылмаған, жеке өзімнің парақшамда жазылмаған оқиғаларға, беймәлім сәттерім дедім ғой, солардың бәрі жазылған. Аяқ асты жарып шықты. 19 жасар Мәди есімді жігіт туралы не білесіз? Оқудан шығып кеттім. Опмай бағдарламасына эксклюзивті сұхбат берген жас талантты жігітпен оның продюсері қандай ақпаратпен бөлісті? Жеке концертін беретін жағдайға жеттім келеді. Нұрлан Еспанов пен Асхат Тарғынның ойы неге бір жерден шықпады? Беруге болады концерт. Бір жылдың ішінде концерт беру білмеймін енді. Карантинде жұмыссыз қалған Қажет Смағұл қалай күн көріп жүр? Қандай әдемі сұрақ, мен осындай сұрақтарды жақсы көремін. Диета KZ тобында әнші кім? Орындаушысы қайсысы? Мүлдем бас көтере алмай қалдым. Жұлдыз Әбдукәрімова бұдан былай жазушы. Иә, дұрыс естіп, дұрыс түсіндіңіздер. Қайрат Нұртастың жары өзінің алғашқы кітабын ел назарын ұсынып, тұсаукесер рәсімін онлайн түрде Нұр-Сұлтан қаласында өткізді. Бір қызығы, кітаптың жарыққа шығу күні автордың дүниеге келген күнімен сай келді. Иә, кітабымның тұсаукесерін мен арнайы осы өзімнің туған күніме жоспарладым. Сол жоспарды іске асырдық бүгін. Жалпы бұл кітапта тек қана менің ғана тәрбием емес, оның ішінде өзімнің екі әжемнің тәрбиесі бар, одан кейін ата-анамның тәрбиесі бар, одан кейін қарт енемнің айтқандары бар, енемнің, өзімнің ата-енемнің тәрбиесі. Бұл жерде жалпы екінші сұраққа келетін болсам, автобиография емес, мүлдем бұл жерде менің жеке өміріме қатысты ешқандай мемуар деп айта алмаймын, оған қатысы жоқ. Тек бұл кітапты алып оқып көру керек шығар. Бұл кітапта менің ойымша өмір бар. Жұлдыз ханымның айтуынша, бұл кітап өзінің көп жылдар бойы арман еткен жоспарларының бірі. Мазмұнына қарасақ, Тырнақалды туындысында өзінің жеке өмірі мен отбасы жайында бұрын соңды ел естімеген мәліметтер жазылып, көп адамға мотивация беретін жағдайлар суреттеледі екен. Жалпы өзімнің беймәлім сәттеріммен бөлісу. Осы уақытқа дейін еш жерде ешқандай сұхбат бермеген, еш жерде жазылмаған, жеке өзімнің парақшамда жазылмаған оқиғаларға, беймәлім сәттерім дедім ғой, солардың бәрі жазылған. Нарулдың оқиғасына келетін болсақ, ол да бар, ол туралы еш жерде жазбағанмын, айтпадым да, айтпаймын деп ойладым, бірақ бұл кітаптың ішінде бұл жазбалар бар. Әкешім, егер мен оянбай қалсам ше. Олай болуы мүмкін емес, балам. Сен менің жүрегімсің. Ал мен жүрексіз өмір сүре алмаймын. Егер менің өмір сүргенімді қаласаң, мықты болуым керек. Қорқып тұрмын. Құдайдан бәрінің жақсы болып кетуін сұрау. Мен сияқты аналар, Нарул сияқты балалары отаға дайындап жатқан бір үміт сыйлағым келді. Себебі өзім ауруханада жатқанда Нарулмен бірге отаға дайындап жатқан кезінде өзім де дайын болуым керек болды ғой. Бірақ мен сынып кетпеуім керек болды, өзімді тастап жібермеуім керек болды. Бала мен ананың арасындағы сезім, бала мен ананың арасындағы сенім орнату керек болды. Сол бір сәттеріммен бөлістім кітабымда, ал бұл Инстаграм желісіне салған себебім қазір отаға дайындалып жатқан аналарға бір үміт болсын дедім. Бәрі жақсы болып кетеді, бәрі артта қалатынына көздері жетсінші деп. Себебі мен жатқан кезінде, әрине, неше түрлі қорқынышты ойлар келді, неше түрлі қорқынышты жағдайларды естідім. Ойымды тек қана жақсыға ғана бұрдым, тек жақсы нәрсеге ғана бағыттадым. Және де бұл жерде сенім болды, одан кейін
жаратқанға деген дұға тілегім болды. Дәл қазір мен бір кітаптың тұсауын кесіп, екінші кітабымды дайындап жатырмын. Мен керемет жазушымын деп айта алмаймын. Бұдан кейінгі кітаптарым шығады деп те мен айта алмаймын. Бұл уақыттың еншісінде, бұл тырнақалды туындым өзімнің 30 жасқа дейінгі ойым, көзқарасым, жалпы түйгенім, тәжірибеммен бөлісу. Бұл жерде ешқандай ақыл кеңес айту емес, бағыт бағдар беру. Сондықтан алға мен ондай мақсат әзірге қойған жоқпын. Егер оқырман сұрап жатса, оқырманның көңілінен шығып жатса, егер де сұраныс көп болып жатса, ойланып көруге болады. Биылғы көктемнің хитіне айналған бұл әнді естімеген жан қалмады-ау. «Девочка из города Караганда» деп аталатын әннің орындаушысы міне осы жігіт. Есімі Мәди, жасы 19-да. Шығыс Қазақстан облысының тумасы. Бұрын соңды еш жерде сұхбат беріп көрмеген сер жігітті «Опмай бағдарламасының ұжымы іздеп тауып, эксклюзивті материал әзірлеп қойды. Олай болса, қарағандылық аруды әнге салған жігітпен таныс болыңыздар. Бірінші рет сұхбат беруім осындай. Өнерге енді 4 жылдай болды. Басында өзім продюсерім жаңағы Қанат Сенбеков, Сарыарқа тобының негізін қалаушы. Сол кісі басында жаңағы диджей болып пультта отырып демекші, сөйтіп жүрдім. Сосын ақырындап гитарамен өлең айтқанымды байқап, жаңағы өнер жолына дұрыстап тартқан ұстазым. Бар болғаны 3 апта бұрын YouTube желісіне жүктелген көңілді әнді 3,5 миллионнан астам желі қолданушысы тыңдап үлгерген. Бұл ән негізінде барлық ағалармен бірігіп істелген жұмыс. Әнін жазған Мұхтар Ұлғасыбаев деген досым, жаңағы Қарағандыдікі. Сөзін жазған Саят әбен, торғайлық ақын, өзім Шығыс Қазақстан облысынікі. Енді бірақ Қарағанды қыздардың құрметіне ән арнап жүрміз. Біз негізі күткен жоқпыз, ютубқа салдық, жаңағы Аридай сайтына. Аяқ асты жарып шықты. Может, халыққа ұнағаннан кейін шығар, может, жаңағы 99% еңбек, 1% талант болғандықтан шығар. Халыққа тез таралды да. Бір адамның ғана жұмыс емес, жаңағы еңбекке қарсы тәңірдің беріп атқан сый шығар деп ойлаймыз. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сенегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Ән шығардық, халыққа қалай өтеді екен деп ойладық басында. Енді 2 аптаның ішінде миллионнан астам қаралым болды. Значит, бұл халыққа жақсы өтіп жатыр деген сөз. Бұның мақсаты девочка из города Караганда, осы жері ғана орысшада, қалған 99% барлығы қазақша. Мысалы, қазір орыстанып кеткен қазақтарымыз бар. Оларға енді девочка из города Караганда деген жерін ғана түсінеді да, қалған жер барлығы қазақша ғой. Енді қазақ тіліне қарай тартып жатырмыз да, қалғанын іздейді, например, аударады деген сияқты. Сондай бір пиарлық жолы бар да. Біздің бағдарламаға сұхбат берем деген Мәди жігіт кездесуге жалғыз келмеді. Жанында директоры әрі музыкалық продюсері де бар. Бір ай көлемінде әні ел арасында таралып, танымалдылыққа ие болып отырған жас өнерпаздың шығармашылық ұжымы да жылдам жиналып қалатыны таңғаларлық жағдай екен. Мен енді өзім өнер жолында жүргеніме 20 жылдай уақыт болды. 20 жылдай Сарыарқа деген топтың негізін қалаушымын. Өнерде болғам, талай өнердегі достарым бар. Енді мына Мади қасымда жүргенде өнерін байқадым да, қазір осы баланы қолға алып музыкалық продюсер ретінде, директор ретінде жұмыс бастадық. Мен сездім, өйткені 2006 жылдары өзім хиттің дәмін көргім, кассетаның уақытының кезінде. Мен бұл ән хит болады деген сенімде болдым. Талай жұмыс істедік, аранжировщиктармен, жаңағы ақындармен ақылдасып, бір жақсы дүние жасадық. Бірақ енді мен бұл әнді тез таралып кетеді деп ойлаған жоқпын. Бір 2 жұманың ішінде үлкен нәтиже көрсетіп жатыр. Сондықтан да ары қарай
Алла қаласа Мадидің болашағымен қарғай ән жазуға, жұмыс істеуге, сахна тұрысына, жалпы сөйлеу мәнеріне бәріне жұмыс істеуге мен енді ғана қолға алып отырмыз. Жас әнші ғой, эстрадаға енді келіп жатқан. Бір қызығы, Мәди кәсіби әнші емес, талантты жігіттің музыка саласында білімі де, тәжірибесі де жоқ. Белгілі болғандай, былтыр 4-ші курс студенті атанған ер азамат диплом алайын деп жүргенде оқуынан шығып кетіпті. Астана қаласында, Нұрсұлтан қаласында гуманитарлық колледжінде музыка пәнінің мұғалімінде. Қазір себептермен уақытша оқудан шығып кеттім. Бұл енді өнерде жүргеннен кейін жаңағы студияда жүреді. Күн түні концертте неге дайындалып жүрдік, сондықтан да кішкене үлгермей қалды. Енді ол жаққа барғаннан кейін қайтадан оқуын жалғастырады деген ойдамыз енді. Өйткені білім керек, ертең бұл жастық шақта өтеді ғой ертең. 30-дан асқаннан кейін бұл жерде білім керек қой. Бұйырса оны барғаннан кейін оқуын жалғастыруға онда. Сонда бірінші, екінші курс оқып шығып кеткен болып тұр ма? 4-ші курс, қалғаны бір жарты жыл ғана уақыт қалды бітіруге. Соның өзінде болмай қалды, я енді. Бұл енді уақытты талап етеді. Ән жазғаннан кейін өз арманы ғой. Мен бұның көзінен арманның бар екенін байқадым да, көзінен үлкен шоу жанып тұрды. Болатын бала айтады ғой. Бесіктен деп. Бұл ән хит-парад чарттарының бірінші орнынан түспей тұрғаны жайында қазақ шоу-бизнес өкілдері де хабардар. Мәселен, әнші әрі сазгер Нұрлан Еспанов бұл ән жастардың ғана емес, ересек адамдардың көңілінен шыққанын байқап та жүр. Ойбай, мен соны бүгін естідім. Менің бір досым бар еді, әнге қатысы жоқ, мүлдем. Әнге қатысы жоқ. Бүгін енді кішкене сторисін көріп жатсам енді Инстаграмнан. Сол әнге билеп жатыр енді. Бұлайша жақсан екен, қазір хит болып жатыр деймін шамасы. Алдына мақсат қоя білген Мәдидің шығармашылық ұжымы көп ұзамай жаңа әндер жазып концерт беруді де жоспарлап қойған. Бастысы бұл жігітте хит бар ғой енді, хиті бар адам бере берсе болады концерт. Мына хиті жоқтарда да арман бар ғой қазір. Көптеген азаматтарды көреміз енді, өнерде бір қалай айтсақ болады, белгілі бір жетістігі бар, бірақ хиті жоқ та. Бірақ оларда да арман бар. Бастысы барлығына демеуші керек қой енді. Дұрыс демеуші болса концерт бере беруге болады еді. Өмірдегі досы, өнердегі сахналық әріптесінің бұл сөзімен Асхат Тарғын келіспейтін сияқты. Әншінің айтуынша, бір хит әнім бар деп бір жылдың ішінде ән кеш ұйымдастыру оңай жұмыс емес. Мен енді ол жігіт танымайды екенмін, бірақ Инстаграмнан көрдім, естідім әндерін. Енді хит болсын деп тілейік, қазақ бауырымыз ғой. Өссін, өнсін, біз оған ешқандай неміз жоқ, таласымыз жоқ. Өнер барлығына да ортақ. Өнерге әркімнің бір таласы бар деген. Бірақ енді бір жылдың ішінде концерт беру білмеймін енді. Қиындау сияқты. Біздің өзіміз біраз жүрдік қой. Ең бірінші өзің дайын болуың керексің, екінші жаңағыдай әндерің дайын болу керек, оның сахна безендіруі бар, оның киімдерің бар. Өнерде біраз жылдар бойы жүрсе де, әншінің үлкен сахнаға келгеніне көп бола қойған жоқ. 5 жыл ішінде көптеген әндерді жазған Асхат мырза бірнеше бейнебаяндарын да ел назарына ұсынып, алғашқы шығармашылық ән кешін 2 жыл бұрын ғана өткізген. Сондықтан жас әншіге өзінің де айтар ақыл кеңесі бар. Енді ол концертте ең кем дегенде 20-22 өлең айтылу керек, немесе 18 өлең дегендей 25 ән айтылу керек. Бұл жерде енді біраз жылдық еңбекті керек етеді. Бір әнмен енді мүмкін енді ол жігіттің әндері бар шығар, біз білмейміз ғой енді. Сол негізі бір әні хит болса, сол ән арқылы басқа да әндерін халыққа танытады ғой енді. Сонымен мына әні хит болса, осы әннің орындаушысы мына жігіт десе, мысалға басқа да әндер шығады да, мынаны айтатын осы жігіт екен ғой деген сияқты. Ол енді бәріміз де мысалға осы хитіміз шыққанша біраз жыл жұмыс жасадық қой. Кейбір әндерімізді енді біліп жатыр мысалға. Айтшы сен маған, сүйініп күйіп жүрсің бе, бақытың тек мен болам, мен бар кезде күрсін бе. Бір жылда білмеймін енді, меніңше қиын енді, кішкене тәжірибе жинап, ертең өнердегі ағаларың болады, өнердегі әріптестерің болады, соларды шақыруың керексің, олармен араласуың керексің. Сондықтан бір жыл сәл ертерек сияқты деп ойлаймын, менің өз ойым. Ал енді егер ол концерт берем деп алға ол мүмкін енді
өзіне алдына цел қойып, мақсат қойып, мен концерт беремін деп ұмтылып, ол ұмтылып жатса жақсы ғой ол деген. Ол ұмтылыс жұмыс жасауына жақсы, әндер іздеп, біраз клиптер түсіру керек. Соң өзіне мотивациялы беріп жатқан шығар, біз білмейміз ғой енді. Нұрлан Еспанов болса, тез танылып кетудің құпиясын ашып, жас өнерпазға қазақ эстрада жұлдыздармен дуэтте ән жазуына көбірек көңіл бөлуіне кеңес берді. Жалпы ол жігітке қазір дуэтке көбірек көңіл бөлу керек. Жастар көп қой қазір. Жақсы шығып жатқан жастар көп. Солармен келісіп, солардың арасында болып, солармен араласып, дуэт жаза беру керек. Енді мынау енді пандемия біткенше беруге болады концерт. Бір жылда берем десе, қалай айтсақ болады? Енді бір жылда берем десе көрсінеді өзі. Еш нәрсе айтпай қояйын мен. Оны енді әлі ойластырған жоқпыз, тек өзінің қазіргі түрін танытсақ, халыққа көп шықса, клип түсірсек деген ойымыз біз. Енді болашақта өнердегі ағалармен жасап жатармыз. Оны болашақта жоспарда бар. Енді жалпы бір бағытпен шектеліп қалмаймыз. Бұның бәрі фантазияға байланысты ғой, әлі ойластырамыз, шығарамыз. Ақындар бар, сөз жазатын, композитор бар, достар, аранжировка жазатын жігіттер бар. Өнердегі достарым бар, актер, кино саласында жүрген. Сол жігіттердің бәрінің арқасында біраз биіктің шыңын бағындырады деген ойдамыз енді. Асхат Тарғын өз алдына кез келген танымал адамды жас әншілермен бірге ән шырқауына келсе қоймайтынын алға тартты. Ол кісілердің қатарында өзі де бар. Ал себебін әнші осылай түсіндіріп берді. Болды, иә. Мен енді бір-екі келісім бермедім екі-үшеуіне. Болды, ән орындайық. Енді көңілін қаламағаннан кейін келісім бермедім. Өлеңдер ұнамады ма, жоқ әлде өздерінің жанрлары келмеді ме? Әндер ұнамады деген сияқты. Біреудің өзі ұнамайды, біреудің әні ұнамайды деген сияқты. Мәди алғашқы бейнебаянын таспалауға әзірлеп жатқанында айтып қалды. Алайда жұлдызын жаққан бұл әннің клипін түсіруді белгілі режиссерлар емес, Қажет Смағұл қолға алған. Танымал актер алғаш рет сценарист қызметін атқарып, режиссерлік мәнсабын дамытпақ ниетте. Менің өзім монологтарында Тұрсынбекте жүргендегі кинода кейбір сценарийдан тыс сөздердің бәрі өзім жазатын. Мен өзім жазатын сатирик болып соң кейін. Мынау шыны керек, бірінші сценарий мен үшін. Бірақ мынау мен білем деген адамдарға оқып көреді, бәрі вау, мынау күшті екен, вау деп, жастары вау дейді. Үлкендер бәрекелді деп отыр. Ой, Қажет мырза, бұл әңгімеңізбен бізді ғана емес, барлық көрермендерімізде қызықтырып қойдыңыз ғой. Сонда клип не туралы болмақ? Сюжеті қандай? Бұл енді расында да Қазақстанда ол ерекше неме деп ойлаймыз проект. Өйткені бұл 3,5 минуттық жай ғана клип емес, бейнебаян емес. Бұл бірінші қысқа метражды кино болып басталады. Оның бәрін айтып қойын, қалай болатын сол сөйтіп басталады да, одан кейін артынан бұл жігіт Қарағандыға келіп, яғни қызды көріп, танысып, ары қарай бейнебаян басталып кетеді. Бейнебаян біткен соң кейін ары қарай жалғасып болады. Сонда бір ерекше қысқа метражды киноклип болады. Сценарийді өзім жаздым, режиссурында, постановканда, тек қана оператор постановщикта, өзімнің командамда жас жігіттер бар, креативтік. Солар шақырып отырмыз. Белгілі болғандай, тыңдарманның жүрегінен орын ала білген бұл туынды Алматы мен Қарағанды қалаларында түсіріледі екен. Тіпті бұл клипте белгілі вайнерлер мен блогерлер де түсетін көрінеді. Қарағандыға түсіру, Алматыда түсіріп тұрса болар еді негізі. Бірақ Қарағандыдағы пойыздың түскен жері, Қарағандының жолы, Қарағандының әдемі қыздары, әдемі көшелерін түсіріп қалмаса қалай ол. Қарағандының қызы туралы айтып тұрып, Қарағандының өзін түсірмеске. Бейнебаянда Мәдидің достары болып, мықты блогерлар, мықты тиктокерлар, мықты вайнерлар түсетін болады. Сондықтан бұл елдің аузында қалатын бір, елдің көңілінен шығатын бір бейнебаян болады деп ойлаймын. Қарағандылықтар да бар, алматылықтар да бар, шымкенттіктер де бар, ташкенттіктер
жігіттер де бар, жан жақта. Тасы өрге домалап жүрген азаматты көргенде басына бақ құсы қонған екен дейміз. Расында ақ адал несібесін тауып, жұмысы ілгері басқан жан елдің осылайша шынайы ықыласына бөленеді. Оны бәріміз де білеміз. Әрине ол байлық та, қызметте болуы әбден мүмкін. Ал бірақ әнін айтып, бірақ күнде танымал болып кеткен Мәдидің өзі де, ата-анасы да үлкен өнерге дәл осылай қадам жасағанына қуанышта. Ата-анам барлығы өнер адамдары, олар жақсы қарады әрине. Жаңағы телевидениеден көргеннен кейін олар да біраз қуанып, жақсы болып қалды да. Енді қаншалықты сіз дайынсыз эстрадаға келуге? Енді дайынмын, енді үйреніп отырмын ағаларымнан деген сияқты. Дайындаламыз ғой әлде. Тек бізге бір нәрсе қызық, танымалдылық жақсы табыспен қатар жүреді. Мәди мен продюсердің ортасында қандай да бір келісім шарт бар ма екен? Біріншіден бұл менің бауырым. Ең жақын бауырым, туыс болып келеміз. Сондықтан да бұл туыстың арасында ешқандай келісім шарт жүрмейді деп ойлаймын. Енді тек сенім ғой арамызда, бауырмашылдық. Сонда қалай? Бауырым, інім деп жүресіз. Жарайды, ол түсінікті. Бірақ өзіңіз де еңбек етіп жүргесін, шығыс бар жерде кірісте болуы керек емес пе, Қанат мырза? Ол да дұрыс шығар енді. Білмеймін, біз қазақылыққа көп тартыламыз да. Ай, Қанат мырза, бірін айтып, бірін жасырып тұрсыз ау. Бірақ бізден еш нәрсе жасыра алмайсыз. Әлде Мәдидің өнеріне құйған ақшаңызды тойлар арқылы шығарып алғыңыз келе ме? Жалпы жігіттің гонорары қанша? Ол енді әзірге құпия, ол айта алмаймын. Көп жылдар бойы сұхбат бермегеніңіз көрініп ақ тұр. Оған қоса опмай бағдарламасын көрмеген боларсыз. Қаншама эстрада жұлдыздарынан сұхбат алып жүрген біз айтпаймын, құпия деген сөздерін айтып тұрған танымалдылар бар сырларын қалай жайып салғандарын өздері де түсінбей қалады. Сондықтан сіздің нөміріңіз бар. Той иесіміз деп хабарласып Мәдидің қаламақысын сұрапта біле аламыз. Сол себептен бізді әуреге салмай, ашығын айта салыңыз. Бұл хит әнді қуанышымызда естігіміз келсе, қанша теңгені я долларды дайындап қояйық? Епек дұрыс. Қайтарым болу керек. Бізде сол $1000 бастады мен. Жаман емес қазір. Үлкен концерттерге ұсыныс түсіп жатыр уже. Бұйыртса. Енді шығып жатқан бала ғой. 2-3 жұма болды, біздер ештеңе істеп те үлгермей қалдық. Бірдеңе жасап та үлгермей қалдық. Енді жасап жатырмыз жұмысты. Қазір өнердегі досым Қажет Смағұл, актер, театр, кино, сол QS Production'мен бірлесіп клип жоспарлап жатырмыз. Бұл клип енді ерекше болайын деп тұр. Жай ғана клип емес, бұл жерде жаңағы әлқисасы болады дейді ғой, әннің әлқисасымен біраз үлкен мини кино ретінде басталады да клиптің өзі. Ай сәулем, періштедей жан сәулем, ғажайып ән сәулем, мың бұралған бей сәулем. 2000 жылдардың басында Хор қызы әні хит болған еді. Бұл ән әлі күнге дейін ел аузында жүр. Алайда орындаушылары көрінбей кетті. Бірнеше жыл бойы еңбек етіп, қоржындарына 30-ға жуық әнді жинаған дуэттің жұмысы тоқтап қалып, аспанда жанған жұлдыздай сахнада жарқ етіп жанып, артынша үнсіз жоқ болып кетті. Бүгінде Мәдидің директоры қызметін атқарып жүрген Қанат Сембеков жас әнші өзінің тағдырын қайталамас екен дейді. Менің басымда сондай өтті. Біз 2006 жылы жаңағы Хор қызы ай сәулем деген ән жазғанбыз. Кәдімгідей ол кассетаны уақытында жақсы таратты да. Сол кезде менде сондай директор жанашырым болған жоқ. Ана әнмен біз жаңағы жұлдыз болып жүрдік, әр жерде өлең айтып, мына жерде өлең айтып. Енді тәжірибемен жинап, өз тәжірибеммен енді Мадиға сондай қателік жасамасыншы деп мен қазір жанашыр ағасы ретінде өзім продюсер болып осы жетекшілер батырмын. Көптен бері халық алдына шықпай жүрген өнер адамдары қайда жүр деген сұрақ баршамыздың көкейімізде шығар. Бірі тұрмысқа шығып өнерден алыстаса, ендігі бірі сахна төрінен мүлдем көрінбей кетті. Сондай танымалдылардың бірі Асқар Жүнісбеков. Әншінің Instagram желісіндегі парақшасын қарап, ер азамат шоу-бизнестен той бизнеске бір жола ауысқан деп ойларсыз. Сахнадан көрінбей кеткенімен әнші тойларда жиі өнер көрсетеді екен. Одан бөлек әнші репертуарындағы әндерін жаңартып, отандық бағдарламаларға қатысып, өнерге де бет бұрып келе жатқаны байқалады. Тура тап бүгін сол жігіттің туған күні болып жатыр ғой, мен сол жігітті көп айтамын. Өйткені нағыз әнші деп айтуға келеді.
Былай айтқанда жеті нотасын, жеті атасындай танитын, жеті нотасы, жеті гармониясы түгел барлық жағынан қарасаң да, оның әншілігі айтуға аты да, заты да өзі де сай келетін азамат, ол Асқар Жүнісбек. Сол жігіт қазіргі таңда көп көрінбей кеткені бар. Одан қалса Нұржан Қалжан сияқты осындай бір азаматтарымыз бар. Нағыз әнші жігіттер. Енді оны білмеймін, әр адамның жаңағыдай өмірлік өзінің тағдыры бар, немесе жаңағы орысша айтқанда проблема дейді. Білмейміз, оны әр адам өздері біледі ғой. Жігіттер тобының әншісі Мырзахан Махановтың айтуынша, өнерде көп жылдар бойы еңбек ету үшін жылына кем дегенде бірнеше хит ән шығарып тұру керек екен. Мәселен, 15 жылдық тарихы бар топтың жаңа әндері хит болмағанымен, кезінде жазылған туындылар әлі де үлкен сұраныста. Бізде бірнеше ән ғой. Бірақ ән емес қой. Қазіргі таңда бір әнмен өмір күн кешіп жүргендер көп қой. Бізде бірнеше ғой, оның қай бірін айта береміз. Енді ол хит деген бір қалтадан алып, болмаса бір жерден сатып алып, былай шығара салатын не емес, ол көктен келетін нәрсе ғой, жаңағыдай басына берген бақ сияқты ғой. Рас, оны білмейді ешкім. Бірақ енді ары қарай әнші болып келу оңай. Жалпы эстрадаға болсын, қай жерге болсын, әнші болып келу оңай. Әнші болып сол жерде қалу ол қиын. Соны ұстап ұзаққа алып жүру қиын. Төзімділік қажет, ізденіс қажет, еңбек қажет, және де көп ол жерде. Кездейсоқ адам өнерпаз ата алмайды, өнерде тұрақты қала алмайды. Біреулерде бала кезден өнерге әуестік болады. Ол кейін үлкен жолға ұласады. Тарлан тартқан шағында танылып, кәсіби өнерге келетіндер де бар. Абай Бегейдің пікірінше, өзің өнерге қалай келдің деген сауалға, кез келген өнерпаз, мен бірден өнерге келдім дегеннен өнерге ердім деген сөз дұрысырақ дейді. Себебі өнерге сол бір әнмен келіп, мысалы танылып, өнер жолында ұстап тұру қиын да, оның себебі қайта ән шығара беруде, ән шығарады, мысалы шыққанмен ол барлық хит болып кете бермейді ғой. Сол себептен мен ойлаймын, ең бастысы әнші бол, басқа бол, өнерде жүр, басқа салада жүрсең де ең бірінші адамдық керек деп ойлаймын. Адамдық бар жерде әрбір салада өзіңнің орнын табасың деп ойлаймын. Бір шықты да көрінбей кетті деп айта алмаймын, олар да бізге көрінбегенмен басқа жақтарда көрініп жүрген шығар. Сол себептен мысалы мен де көрінбейтін шығармын, ол әркімнің өзінің орны бар ғой. Сол себептен қанша дегенмен де адамда көңіл күй болмай қалады. Ән жазуға, сахнаға шығуға көңіл күй болмай қалуы мүмкін. Отбасында бір жаңағыдай өздерінің проблемалары болуы мүмкін. Соның барлығына қарап жаңағыдай бір жоқ болып кетуі мүмкін да белгілі бір уақыт. Одан кейін қайтадан оралуы мүмкін деген сияқты ғой. Ол мүмкін емес, бір қалыпты тек жазған әндеріңіз хит болып халыққа таралып кете беру деген ол мүмкін емес негізінде. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Ол аспан қараймын өзін хит деп айта алмаймын. Мысалға мен танылуыма бір себеп болды. Басқа да әндер бар, мысалы мұңайма үрбейі бар, танымал, тағы да ретро ән бар, ностальгия деген. Сондай анашым деген әндер бар. Репертуарда былай енді халық білетін әндер бар да. Сол себептен ол менің өзімнің де жаңағыдай бір мақсатым жоқ та, бір хит жазайыншы, осыны бір халық тек хит жазайыншы деген. Өзіме ұнайтын әндер болса мен орындаймын сол әндерді. Тек қана орындаушымын ғой, былай айтқанда. Бір кездері бір хит әннің орындаушысы деген сөз Асхат Тарғынға қатысты айтылған еді. Мария Арман едің деп әндеткен ақтөбелік жігітті көрермен де, шоу-бизнес өкілдері де бірден қабылдай қоймағанын әнші бізге берген сұхбаттарының бірінде айтқан еді. Қалай болғанда да айтыла береді ғой енді. Ол бір әнді орындайды, біреулер басқа әнін білмейміз дейді. Мысалға, біреулер тек қана осы әнмен шыққан болды дейді. Болмаса жақсы әнші дейді, біреу жаман әнші дейді. Ол халықтың арасында барлық әңгіме айтылады. Осы өнерге келгеннен кейін соның бәріне төзу керек, шыдау керек, сол сынды қабылдау керек жақсы жағынан. Өзіңе керегіңді алып, керегімесіңді жаңағыдай жаман негативтерді бойыңа сіңірмеу керек. Басында енді бәрімізді қиналып қалатынбыз, енді бірдеңе деп жазса, бірдеңе деп айтса. Оның бәрінің ол өтіп айтылады, қойылады. Бірақ әйтеуір сын айтылмай мін түзелмейді. Сондықтан өнер деген қиын жол деп осының жағын айтылады негізі.
өнер оңай жол емес. Өнерге жүріп кетіп қалғандар да көп. Шыны керек. Ол бәріміз де білмейміз ертең не болатын. Өмір бойы ән салып жүрмейміз ғой мысалға. Сол сияқты ғой. Бір ғана әннің арқасында елге танымал болған өнер жұлдыздары туралы халық бұрын айтқан, айта беретті. Тек чип-чип әнімен танылған Асхат Тарғынның өнерде өз орнын тауып, қалыптасып, тез сіңісіп кету үшін үлкен еңбек қажет дейді. Біреудің бағы жанады, біреудің бағы жанып, бабы дұрыс болмай қалады. Біреудің жұмыс жасамай қалуы мүмкін. Біреу мүмкін өнерден мысалға шаршап, басқа жұмысқа кетіп қалуы мүмкін. Әртүрлі себептер бар. Адам өзіне байланысты енді шыны керек. Мен жалқаулықта бар бір жағынан, семейный проблема дейді, отбасылық проблемалар бар. Әркімнің әртүрлі себептері болады ғой. Сондықтан бұл жерде әр нәрсе әрқалай әртүрлі себептер, көп жерде себептер. Нақты айтып, дөп басып айту қиын. Бірақ дегенмен де ол әннің орындаушысы мысалға өнерден кетіп қалса да, қартайғанда да мысалға 80-ге келсін, 70-ге келсін, 60-ға келсін. Осы әнді орындайтын ағамыз ғой деп халық біледі. Қалай болғанда да ол халықтың жүрегінде қалды. Бірінде болмаса екіншісінде бар дегендей. Қыздар-ай болақсың шөл десем, жарықты білермем сендерді көрмесем, жетерме теңе ұмай десем, күн десем, сендерге ешкім жоқ теңесем. Негізі бір толқында тұру үшін шынайылық керек негізі. Шынайылық керек өнерге деген. Мынау айтады ғой, мен қалай айтсақ болады, мен көп деген оқу орындарын тамамдадым негізі. Менде диплом көп та. Осы өнермен қалдым да жалпы. Өнерге деген шынайылық болды, өнерге деген құрмет болды. Болмаса басқа жұмысқа ауысып кетіп қалуға қиналғанда болар еді. Енді өнерге деген шынайылық, сенім болмаса, адам деген өнерден кетіп қалады. Өнер жолы өте ауыр жол негізі. Өнерге келген екен адам тұлға болып қалыптасу керек. Сол әйтеуір қалыптасудың жолында жұмыс жасап жатырмыз ғой. Бұл жігітте енді хит бар ғой қазіргі таңда. Сол хитпен жұмыс жасап, ол хитқа да сеніп қалмау керек. Ары қарай жұмыс жасай беру керек. Бұл ендігі хит қашан шығатынын Құдай білсін енді. Жалпы жұмыс жасай берсең, бұл 10 әннен кейін ба, 20 әннен кейін ба, тағы да бір жақсы бір толқын келеді да. Сол кезде қайтадан ол толқын көтеріп бастайды әншіні. Сол уақытта ғана, қалай айтсақ болады, сол уақытта ғана мен мынау өнердегі өзімдік орнымды таптым деп жаңағы өнеріне сенімді болып айтуға болады да. Эфирге интервью бергенде ғана айтып жатамыз, мынандай жаңалығымыз бар деп. Бірақ ол жұмысты жасау өте қиын. Көп адамдар дайын нәрсені тыңдайды ғой мысалы. Ол қалай айтсақ болады. Көп адамдар дайын нәрсені тыңдайды ғой. Ол әнді дайындау, оның жайындегі өңдеуін жасау, аранжировкасын жасау, студияға алып бару, ақынға жолығу, ол ұзақ уақытта. Сосын барып көп жолыққан азаматтарымыз айтып жатады маған, басқа қалаларға барып жатсам, Нұреке, сіздер ана әннен басқа айтасыздар ма, айтпайсыздар ма өзі деп ше. Мен сонда түсіндіріп айтып жатамын да енді. Сіздер түсінбейсіздер, бұл әнді жасаудың өзі қиын. Бұл әнді хит қылу. Мынау енді девушка из Караганды деп айтып жатсыз ғой. Бірақ маған ұнады. Диета KZ тобының мүшесі Жасұлан Базарбаевты әншілерді сұранысы жоғары е төмен деп бөлмеуді сұрады. Айтуынша, кей өнерпаздар бір ән жазып танылса, басқалар көп жылдар бойы еңбек етсе де жарыққа шыға алмай жүр. Көп қой негізінде ол сұранысқа ие болып, сұраныстан қазір қалып, не болып қалған әншілер деп оларды айтуға болмайды. Бұл деген көш қой кетіп бара жатқан. Көш жүре береді. Бұл таусылмайтын бір темір жол. Вагондарға адамдар мініп жолдан түсіп қалып жатады, біреулер мініп жатады қайтадан. Сол сияқты нәрсе ғой. Бұл жерде бір әнші өшіп қалды, бір әнші өсіп кетті деген әңгіме айтудың керегі жоқ. Әркімнің өзінің бір өлшеп берген уақыты бар. Бұл өнерде ешкім мәңгілік тұрмайды. Бір уақыты келеді, ол да түсіп қалады. Алла тағала басына бақ береді бір әндермен. Сонымен уақыты жүреді. Мәңгілік жүреді, может, өзінің өмірінің аяғына дейін. Может, бір 20-30 жыл жүреді. Олай айтуға болмайды деп ойлаймын өз басым. Бұл тақырып Жасұлан мырзаның көңіліне қатты тисе керек. Себебі көп көрінбей кеткен Ақылбек Жеменей туралы ойын сұраған едік. Әнші мырзамыз ашуланып кетті. Қазір таңда барып, Ақылбек Жеменейге барып, сол баяғы көгергінеге қанша ән жазған біліңізші бар. Ол ән жазбай ол жатқан жоқ. Ол ән жазып жатыр. Ода неше әндер жазып тастады. Енді ол дұрыс ән шықпай жатқан шығар мүмкін. Бейбіт Қорған ән жазбай жатқан жоқ, жазып жатыр. Ол ән өзі қалай шығып кететінін білмейміз ғой. Мысалы, біреу хит болып шығып кетсе,
екіншісі шықпайды, үшіншісі шықпайды, төртінші шықпайды. Ақылбек Жемени көгеріпке дейін қаншама ән жазып тастаған азамат мысалы. Ондықтан мен Ақылбекті не қылады деп ойламаймын. Жұмыс істеп жатқан жоқ деп ойламаймын. Толған айдай толдың ба, айдай келін болдың ба, басқа жанның басына бағы болып қондың ба, ләйлә. Мақтанғаным емес, қазір таңда той жанрында мен өзімді бір әншімін деп есептемеймін негізі таңда. Бірақ дегенмен де біздің топтың орындауындағы Ләйлә әні қазір таңда одан асып әлі бір не шыққан жоқ әлі. Біз оны артынан тағы да бір жақсы ән шығаруға әлі ниеттеніп отқан жоқпыз, бірақ әндер жазып жатырмыз. Өйткені тағы да бір ән жазылса, мына ән уже өліп қалады да. Сондықтан бір әнді кішкентай айналдыру керек, олармен біраз жүру керек деген сияқты нәрсе бар. Мысалы баяғыда біздің Бақытым сен, Толықтар келбеті, Қазақ қызы, Ей қарындас деген әндеріміз болды да. Жақсы ән, өте керемет әндерім шықты. Халыққа енді танылып отқан кезде Шынар шығып кетті дағыны, әндеріміз мүлдем бас көтере алмай қалды. Өйткені барған жерімізде Шынар сұрай берді. Съемкаларда Шынар, тойда Шынар, басқа әндерге мүмкіндік бермейді да ол. Деп шақырсам шықпа үйіңнен, біреу барма шығатын сенде көңілден, сезімімді байламай сүйемін деші, шынын айтшы Шынар-ау кімде көңілің. Өзімізді әншімін деп есептемеймін дейсіз. Сонда сіз эстрадада кім болдыңыз? Актермін, мен әнші емеспін. Мен тек қана жай өзім шамам келетін жерді ғана орындаймын Диета KZ тобында. Бірақ менің жанымдағы азамат ол әнші. Қазақ эстрадасында мен деген біраз әншімен жарысқа түсіруге болатын әнші. Мен деген біраз әншіден асып түсетін әнші десем артық айтқандығым емес. Ол әнші. Сондықтан біз жаңағы 2 жасқа айтады ғой, 2 жарты бір бүтінбіз деп. Сол сияқты біз де сондаймыз. Нұрбақытта актерлік қыры сәл әлсіз болса, менде актерлік қырым басымдау. Бірақ әншілік аз. Ода әншілік көп. Сонымен екеуміз солай бір-бірімізді толтырып тұрамыз. Мен сахнада көп қимылдаймын, мен сөйлеймін, мен шоу жасаймын. Ол тек қана әндемей тұрады, ән айтады. Сондай нәрсе. Сонымен екеуміз 2 жарты бір бүтінбіз ғой. Түсінікті. Жақсы, сұрақты басқаша қойсақ. Мен актермін дейсіз, ал репертуар, ән таңдауға келгенде кім жауапты? Ән таңдауда көбінде Нұрбақытқа беремін. Мен ұсынам. Нұрбақыт мына әнді қарашы, керемет екен. Мынандай ән жіберіп жатыр деймін. Сол кезде ол айтады, Шәкен жақсы екен, жаздырайық. Болады екен деп. Өйткені ол әнші. Көбінде әннің 80%-ын Нұрбақытқа етерім. Таңдау жағын Нұрбақытқа жіберемін. Ән көп маған келеді. Өйткені Диета KZ бізге бәрі бірден айтыр, көз алдына елестіп кетеміз бе? Әнді көбісі маған жіберіп жатады. Сондықтан ән тыңдаған кезде Нұрбақытқа беремін. Осы тақырыпқа байланысты топ мүшесі Нұрбақыт Қарағайға да бірқатар сауалдарымызды жолдаған едік. Сөйтсек, мен Алматыға келгеніме 10 жылдан асты. Негізінде алдына келіп кетіп жүретін, кейін 10 жылдан бері қарай осы жақта ең бірінші тойларда музыкант болып жүрдім 2 жылдай. Одан кейін барып Диета KZ-ге кіріп, арғы осы нені қуалап кеттік. Сол Диета KZ-ге қалай келдіңіз? Ол енді ұзақ әңгіме деп па. Негізі Диета KZ-ге келгенім, мен Асылбек және де Ұлмекен деген достарым бар. Шамшырақ дуетін білесіз ба, білмейсіз ба? Сол кісілер үнемі біргеміз. Мен бір студияда жүрген кезде үнемі жаңағы сен баланы осы денеңмен шығарамын, сен денеңмен, осы денеңмен хит боласың сен әлі деп сөйтіп айтып жүрген болатын. Бір күні түнгі сағат 2:30-да звондады маған. Түнгі сағат 2:30-да звондады. Қайдасың деп, мен как раз сол кезде ауылыма қайға кетіп баратқан жолда түнгі сағат. Қайтадан келе алмайсың ба деді. Не болып қалды дедім. Сені Лұқпан аға, Лұқпан жолдас бағамыз бар ғой, сол кісі шақырып жатыр деді маған. Ойбай, шынымен ба мынау? Сіз Лұқпан ағамыз шақырып жатыр дегеннен кейін шын ба мынау деп өмірімде живой көрмегем, былай сыртынан білем. Көп әншілерді шығарып жатыр, заман тобы бар, оған дейін де қаншама әншілерді хит қылып, жұлдыз қылған ғой, бір себепкер болған. Сол шақырып жатыр дегенде қатты қуандым. Шынымен ба мынау деп. Әкеме сонда, әке, мен сізге сондай бір көлік мінгізетін уақытым келді, Алла қаласа, мені шақырып жатыр уже деп
сөйтіп айтып қуанғаным бар. Сосын келдім, бірақ қандай нәрсе, не үшін шақырып отыр? Диета кезет деген группа ашасыздар деді. Ол кезде мен арық болатын. Салмағым кәдімгі арық. Жасұлан ол кезде менен 2 есе ме сондай шығатын ол кезде. Ол кезде Жасұлан менен 2 есе дәу болатын. Бірақ қазір салмағынан сәл аздау еді ол кезде. Сөйтіп барып қарадым Жасұлан, ойбай, мына жігітпен дуэт боламын мен сонда. Ол кезде тағы да бір жігіт бар еді біздің тобымызда. 3 трио боламыз ба осы жігіттермен деген сияқты ой болды. Ол кезде арықпын. Сөйтіп Лұқпан ағамен таныстырып, мынау шынымен ба деген сияқты өзіме сенбей жүрдім жаңағы. Студиясымен таныстырып жүрді бір қарасын. Сөйтіп жүріп айтыр, әндер сатып алып берді ол кісі. Сөйтіп жайлап айтыр, ілігіп кеттік қой. Бір шетін Жасұланның пысықтығы да болды. Барлық жерге жаңа телевидениелермен жаңа сөйлесіп, бізді тығып жүрді сол жаққа қарай. Бізді өзі ерекше топпыз басқаларға қарағанда. Толық болғаннан кейін бірден танылып кеттік негізі. Қазір соның жемісін жеп жатырмыз. Басында қиналдық енді, бір 2 жылдай кәдімгі армияда жүргенде болдық. Лұқпан ағамыз анда бардық, Моңғолияға дейін бардық. Концерт құрып жүрдік. Лұқпан ағамызға жұмыс істеп. Мен жүрмеген жеріміз жоқ енді. Қазақстан бүкіл ауылдарымен аралап тастадық. Тегін. Чотам қарындас. Чотам қарындас. Чотам қарындас. Чотам қарындас. Бойдақ кезінде сондай біраз не қылдым ғой, жүрдім ғой бұлай. Тегін тойларға шақырса да тегін барам. 3 жыл сонда бұлай негізі көбісі ойлайды. Сендер рахат барасыңдар да 1-2 өлең айтасыңдар да жаңа бәленбай мың долларларын алып кете саласыңдар дейді. Бірақ мен бұған қаншама жылымды арнадым да. Осы үшін қаншама жылым кетті. Тегін. Қаншама халықтың көңілінен шығу үшін жаңағы кейін барып уже үйленгеннен кейін барып уже ақшаға бастадық қой уже. 3 жылдан кейін ба, біз 2012-де құрылдық. 2015-те үйлендім мен. Сол 2015-терден былай қарай ғой. Үйленгеннен кейін барып уже менде ақша бола бастады уже. Аллаға шүкір, сөйтіп айтыр, Аллаға шүкір, мына үйлеріміз салып отыр.